Hayırlı gün dostlar, kişikene biz may kıyıp aldık. Buna bugün jasalатын tamağımız lagman tamağı. Osıgan etimizni salıp kurup alamız. Ko'ngil kuylarınız qalay? Bizim videolar unap жатырма sizlerge? Unasa like basıp, kommentarlar жазып, тіркеліп кетіңіздер kanalga. Осылай етті қуырып аламыз. Біз қалған қоспаларды кейін айтуды жөн көрдік. Өткені мына біз 3-4 сағат қуырып пісіргенді жақсы көреміз. Жұмсақ кейбіреулер кішкентай 30 минут қуыра салады. Сондықтан біз алдын ала етті қуырып алуды шештік. Осылай араластырып қуырамыз. Тұз саламыз кішкене. Бұздалған ет болса салмай салыңыздар да болады. Қуырып, бұқтырып, қақпағын жауып 3-4 сағат қуырамыз. Кішкене үсті құйып, піскесін ары қарай айтатын боламыз. Өте етіміз қуырылып жатыр. Тезірек пісу үшін біз жуа қосатын болдық. Бір жуаны турап қостық, майдалап. Осымен бірге қуыратын боламыз енді. Мінекей бір күрішкеде су құйып, астын жай басып, осы тартылғанша қуырылып, қайнап болады. Осы көзде 2 сағат уақытта кетеді, 1 сағат, 2 сағаттай. Сосын ары қарай көрсететін боламыз. Мінекей етіміз қуырылып дайын болды. 2-3 сағат әдемі болып пісіп тұрып, бұлбырап тушонка сияқты. Енді біз заттарын дайындап айтатын боламыз, не қосатын. Ал достар, мына біздің лагманға қосылатын заттарымыз 6 картошка, 2 помидор, қызанақ, 4 штук чеснок, 4 зуб, 3 сәбіз, 1 пияз үлкендеу, 4 болгарский перец. Мінекей осыларды турап бастаймыз. Piyazımız turalып басталды. Міне осылай майдаланып туралды. Осы туралған жуаны міне бірден салып, біз үстіне дальше қуыра береміз, еттің үстіне салып. Осыдан кейін болгарский перецімізді турап бастаймыз. Барлығын біздер майдалап, клетка кубик қып турауымыз керек осылай. Болгарский переціміз туралып болды. Енді чеснокты майдалап тураймыз. Өте майда қылып тураңдар. Чеснокты майдаланып турап болды. Енді сәбіз кетті туралып. Майдалап осылай турап аламыз. Барлығын жаңа еттің жуаның үстіне салып қуыратын боламыз. Мінекей жаңағы чеснок пен болгарский перецімізді салдық. Содан кейін осыны қуырып бастаймыз. Сәбіз туралып жатыр. Содан кейін қызанақ пен картошканы. Сәбізіміз туралып болды. Енді қызанақты турайтын боламыз. Осылай олып, бұлай тағы да бұлайнан турап майдалаймыз. Сөйтіп майдалап помидор турап аламыз, 2 помидор. Тураған сәбізді салдық. Араластырып, ұндап қуыратын боламыз достар. Барлығы етке бірге. Помидорды да тураған салып жатыр. Тураған помидорды салғаннан кейін осы араластырып қуырылады. Енді біздің картошкамыз ғана қалды. Осылай 5-10 минут қуырылғаннан кейін картошканы салатын су құямыз, сосын картошканы салатын боламыз. Картошка тез піседі.
Мінекей картошканы өстіп майлап турап аламыз. Турап басталды. Алтауын да осылай турап аламыз. Сосын бар су құйылғаннан кейін бар қайнағаннан кейін саламыз. Мінекей осы қуырылып жатқанда бір қасық, жарты қасық томат қосылады. Енді біз қуырылады тағы сонымен астын басып қоятын боламыз. 3-4 минут қуырылғаннан кейін суды толтырып құятын боламыз. Осылай. Қазанның мөлшеріне қарайсыздар, үсті толтырып құятын боласыздар. Қазанға 1-2 жетпесе болады. Енді біз ас қасықпен жарты қасық тұз салатын боламыз. Бағана өткені еттің қуырылғаны тұздарды алған болатынбыз. Мінекей өстіп араластырамыз. Қайнағаннан кейін картошкамызды салатын боламыз. Мынаған қазір бір қара бұрыш қоссаңыздар да, көк пияз қоссаңыздар, укроп қоссаңыздар да өз еркіңіз. Біздер лавровый салғанды жөн көрдік. Ашшыларды онша ұната бермейді, үйдегілер. Сондықтан 4 лавр жапырағын салдық. Қайнарғаннан кейін картошка саламыз. Астын басып қайнатып жатырмыз. Енді ашып, қаттырақ қайнатып, картошкасын саламыз. Мінекей. Картошкасын осылай салатын боламыз. Картошка толығымен салынып болды. Енді біраз қайнау керек, өстіп піскеннен кейін алатын боламыз. Қайнаған суға бір ас қасықпен бір қасық тұз саламыз да араластырамыз. Қайнағаннан кейін бұған көксүй деп аталады. Сондай ортасынан бір бөліп соны саламыз. Қолдан жазып қамыр салсаңыздар да болады, магазиннен қамырын салсаңыздар да болады. Әртүрлі көлемде, әртүрлі тойын сала бересіздер өздеріңіз. Біздікіде 300-400 граммдай саламыз. Үйде адамдарымыз аз. Сондықтан осындай көксейді ортасынан бөліп салып жатқан жайымыз бар. Жабысып қалмас үшін әртүрлі қылып салып, өстіп арасынан былғап тұрасыздар. Былғап саласыздар. Әлі полный салынған жоқ, қазір полный салып аламыз. Сосын былғап тұрып пісіреміз. Мінекей 300 грамм полный салынды. Осы қалың болып, аппақ болып піскенше қайнатамыз. Қасында бағанағы салған заттарымыз қайнап жатыр. Екеуі піскесін түсіретін боламыз. Мінекей нан пісті, сүзіп алдық. Осылай дайын болып тұрады. Енді мына тамағымыз да пісті. Мінекей бұл пісті. Енді көптен күткен дәм көру уақыты жақындап келді. Екеуін де түсіріп дастархан басына апарып дәм көретін боламыз. Мінекей достар, тамағымыз дайын болды. Лагманымыз әдемі болып піскен екен. Енді дәмін көрсек болады. Дәмі өте керемет болған. Үй жағдайында өздеріңіз осылай дайындасаңыздар болады. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін көп рахмет сіздерге. Сіздердің арқаңызда канал дамиды. Сондықтан да комментарий жазып, каналға жазылып, тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.